Hello children, how is it going? Now let's begin today's new lesson. Open your book on pages 100. The theme of the new lesson, an and the sum any. Exercise 1. Read the theory, say the examples in your language. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 100-ші бетін ашамыз. Бүгінгі тақырыбымыз грамматика. Біз бірінші түсіндірмені түсіндіріп өтемін. Exercise 1, яғни бірінші жаттығу. We use an with countable singular nouns to refer to someone to the first time. Яғни, қараңдар, an деген бұл бізде артикльдер, білесіздер, бұл саналатын зат есімдерде қолданылады, бұл біреу деген мағынаны білдіреді. Енді дегеніміз артиклі, яғни қасындағы зат есім, саналатын зат есім, дауысты әріптен басталса қолданылады, ал an артиклі қасындағы саналатын зат есіміміз дауысты әріптен басталатын болса қолданылады. He is an athlete. For example. Next, we use some affirmative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. Яғни, some дегеніміз саналатын зат есімдерде, көпше түрде саналатын зат есімдерде және де саналмайтын зат есімдерде қолданылады. Бұл қайында сөйлемде қолданылады? Бізде болымды сөйлемдерде қолданылады. Мысалға, there are some balls, there is some equipment. Яғни қараңдар, саналатын зат есімдерде дегеніміз, яғни бұл some дегеніміз біраз деген мағынаны білдіреді. Біраз, бірнеше, кейбір деген мағыналарды білдіреді. Және де келесі, we use any in the negative and interrogative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. Балалар қараңдар, бұл жерде біз көпше түрдегі сұраулы сөйлемдерде және болымсыз сөйлемдерде осы any сөзін пайдаланамыз. Яғни сұраулы сөйлем және болымсыз сөйлем. There aren't any tennis balls. Мұнда ешқандай теннис доптары жоқ. Is there any water? Мына жерде су бар ма дейді. Осындай сұраулы сөйлемде қолданады екенбіз. Енді есімізде жақсы сақтап алсақ балалар, келесі екінші жаттығуды қолданайық. Next exercise 2, fill in a or an. Яғни мына сөйлемдерді, артикльдерді дұрыс нұсқасын тиісті орнына қойып сөйлемді жазып шығуымыз керек балалар. Жаңа сіздерге мен түсіндіргенде айттым, егер зат есіміміз дауысты әріптен басталса n, дауыссыз әріптен басталса артиклі қолданылады. Балалар, осы жаттығуды жаңағы ережеге сүйене отырып қарап орындап шығамыз. Next task exercise 3, fill in some or any. Енді келесі тапсырма some және any сөздерін қойып шығуымыз керек. Бұл жерде біз неге мән береміз? Сөйлемге, болымды сөйлем болса some, болымсыз сөйлем болса any, сұраулы сөйлем болса any деген секілді осындай сөйлемдердің түрлеріне қарап қойып шықсақ болады балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап өздеріңіздің сөйлемдеріңізді толықтырып жазып аламыз. Next exercise 4, how much, how many, a lot of. Қанша деп аударылады, көп деп аударылады. How much бізде саналмайтын зат есімдерде қолданылады, how many саналатын зат есімдерде қолданылады. Мысалға, how much time саналмайды, сосын how much time have you got before the competition? There isn't much time. Келесі, how many tickets, тикеттер, билеттер, how many tickets, ол саналатын зат есімдерде қолданылады, сол үшін how many. How much water деген су саналмайды, how many students саналады, how many students are there at the sports school, спорт мектебінде қанша студенттер бар. There are a lot of students, олар көп студенттер бар онда. We use with countable nouns, сонымен саналатын зат есімдері how many, саналмайтын зат есімдерде uncountable nouns, how much. We use countable and uncountable nouns, саналатын зат есімдерге, саналмайтын зат есімдерге a lot of-ты қолданамыз балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Next task, exercise 5, complete the sentence how much or how many. Much, many.
Балалар match many де сондай. Мысалға, match саналатын зат есімдерде, саналмайтын зат есімдерде, many саналатын зат есімдерде қолданылады. Ал сұраулы сөйлемдерде уже how much, how many болады. Түсінікті ғой, жауап бергенде much, many деп жауап береміз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қасындағы зат есімге қарап отырып, тиісті орнына қойып, сөйлемдерді толықтырып шығуымыз керек. Exercise 6. We use the ing form as a noun. Яғни, зат есімді тудыру үшін біз ing формасын жалғамыз. Яғни, етістіктен зат есім тудырамыз балалар. Мысалға, cycling is my favorite sport. Cycling менің сүйікті спорт түрім деген секілді. Енді осы теорияны практика жүзінде қарау үшін біз 7-ші жаттығуды орындаймыз. Яғни, дұрыс нұсқасын таңдауымыз қажет. Swimming is a great way to get fit. Бұл жерде swimming, Swimming is a great way to get fit. Осы секілді дұрыс нұсқаларын сіздерге қалдырдым. Соған қарай отырып, толық жазып алсаңыздар болады балалар. Және де бүгінгі сабақ осымен бітті. Егер де сіздерге сабақ түсінікті болып ұнаса, лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Менің каналымда 5-ші сыныптардың, 3-ші сыныптардың, 4-ші сынып ағылшындарының барлық жауаптары бар. Менімен бірге болыңыздар. The lesson is all over. Goodbye, children. See you next lesson. Bye-bye.